Қайырлы күн достар, сіздермен әдеттегідей мен Әйгерім Мырзабек. Сіздерге бакалачкадан ащының жабылу жолын көрсететін боламын. Ол үшін менімен бірге соңына дейін болыңыздар. Мені жоғалтып алмау үшін ең алдыменен астыңғы бөлігінде подписаться батырмасын басып, жанындағы қоңырауша белгісін басып қоюды ұмытпаңыз. Ал ендеше бастаймыз. Ең алдыменен осылай жуып тазаланып алған бакалачкамызды алып, ішіне астына 1 шай қасық тұзымызды, 1 шай қасық ащы бұрышымызды, бұрыштан домалақ ірі бұрыштардан қолданғандарыңыз үшін, содан кейін лавр жапырақтары қажет болады бізге. Лавр жапырақтары менен араластырып отырып, ащылерімізді саламыз. Ащылерімізді тігінен жайғастыратын боламыз. Міндетті түрде бас жағы алынбаған ащылер таңдағандарыңыз үшін. Сонда ертеңгі күні, қыстың күні алып пайдаланған кезде ыңғайлы болатын болады. Чесноктарымызды салып, тағы да үстінен лавр жапырағы менен ащымызды салып толтыратын боламыз. Толық рецепт описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Сол жерден өтіп көрсеңіздер болады. Дәл видеодағыдай барлығын тігінен жайғастыратын боламыз. Содан соң үстінен қайнатылған суымызды құямыз. Суымыз міндетті түрде қайнатылып, суытып алғандарыңыз үшін. Осылай барлығын жайғастырып болдық. Енді үстінен қайнатып, суытып алған суымызды, жылы суымызды құятын боламыз. Қақпағын жауып, астындағы тұз ергенше кішкене шайқап жібереміз. Сосын осылай тігінен қойып қоятын боламыз. Менімен бірге болғандарыңыз үшін рахмет, сау болыңыздар.